Амал жоқ, біраз шығыстарды оңтайландыруға тура келді. Бірақ әлеуметтік маңызы бар деген көп жоба жоспар бойынша жүзеге асатынын байқап жүрміз. Соның бірі отандық автокөліктерді төмен пайыздық үстемемен несиеге беру бағдарламасы. Жалғасын тапқан бағдарламаға ұлттық қордан алынған қаржының 11 миллиард теңгесі жұмсалады. Халықтың қалтасын қақпайтын, өндірісті қолтықтан демейтін несиелендірудің талаптары өзгерді ме? Гүлмайра Қуатбайқызының шолуы. Жуырда Нұрлы жол жаңа экономикалық саясат аясында Қазақстанның даму банкі ұлттық қор қаражатынан Қазақстанның көлік құрастыру кәсіпорындарын қолдауға 11 миллиард теңге бөлді. 2015 жылы осы мақсатқа 15 миллиард теңге жұмсалған еді. Биылғы транш есебінен 4 мыңға жуық отандық көлік сатылуы тиіс. Былтыр 6 мың авто өз иесін тапқан еді. Кредитке өте үлкен сұраныс. Бұл бағдарлама келесі жылдарда жалғасын табу керек. Өйткені біз халыққа сондай жеңіл кредит берсек, біз халыққа да жақсы қыламыз, сосын біздің автопромдарға да үлкен көмек. Тұтынушыларға Kia, Toyota, Chevrolet, Skoda, Hyundai сынды брендтердің 37 үлгісі ұсынылады. Олардың толық тізімі Қазақстанның даму банкі сайтында жарияланған. Жеңілдетілген автонесие халық Еуразиялық Ресейсбербанк мен банк центр кредиті арқылы 3 жылдан 5 жылға дейін теңгемен беріледі. Жалпы бұл бағдарлама бойынша несие алуға ниет білдірушілер көп. Биыл қозғалтқыш көлемі шағын көліктерге ерекше сұраныс артады дейді сарапшылар. Енді біздің болжам бойынша 2016 жылы қазақстандық тұтынушылар жаңағы арзан көліктерді тұтынады деп отырмыз. Арзан көлік болса, ол қозғалтқыш көлемі де кішкентай болады. Мысалы қазіргі ең трендмейкер дейміз, бестселлер дейміз, ол бестселлер көліктер 2 литрға дейінгі көлемдегі қозғалтқышы бар көліктер. Отандық көліктердің бағасы 3 миллион теңгеден басталып 6-7 миллион теңгеге жетеді. Темір тұлпар құнының 30%-ын алдын ала төлеген күннің өзінде банктың әдеттегі 16-17% үстемесі есебінен қомақты қаржыңыздан қағыласыз. Ал отандық көлікті жеңілдетілген 4% үстемемен алар болсаңыз, айтарлықтай үнемдейсіз. Сақтандыру және автокөлікті кепілге рәсімдеу шығындарын қосқанның өзінде жылдық үстеме 7,5%-ға жетпейді. Жалпы осы бағдарлама аясында қолданыстағы отандық көліктер үлесін біртіндеп ұлғайту көзделіп отыр. Қазір елімізде 4 миллион жеңіл көлік тіркелген. Оның жартысынан астамының 19-20 жылдық тарихы бар. Германияда бұл көрсеткіш 8 жыл. Бүгінде елімізде 1000 адамға 250 көліктен келеді екен. Жан басына шаққанда жеңіл автокөліктердің саны бойынша Алматы, Астана, Солтүстік Қазақстан және Павлодар облыстары көш басында тұр. Осы орайда назар аударуға тұрарлық тағы бір ақпарат. Автомобиль құрастыру саласына тікелей және жанама қатысы бар өндіріс орындарында 4,5 мың қазақстандық жұмыс істейді. Былтыр автоөндірістен қазынаға салық ретінде 1,5 миллиард теңге түскен. Демек, отандық өнімді таңдау арқылы отбасылық бюджетімізді үнемдеп қана қоймай, ел табысын ұлғайтып, көлік өндірісінің өрісін кеңейтуге атсалыса аламыз.